Егер судьяның жұмысына күмән туындаса, азаматтар жоғары сот кеңесіне шағымдан алады. Арыз бойынша істі сот жюрийі тексеріп шығады. Жалпы кәсіби судьялар корпусын құру осы органның құзыретінде. Оларға сот істерін қарау барысында жіберілген өрескел заң бұзушылықтар үшін және судья әдебі кодексін сақтамағандығы үшін тәртіптік жазалар көрсетілген. Ол ескерту түрінде тәртіптік жаза бар, сөгіс түрінде тәртіптік жаза бар және ең қатаң жазасы ол судьялық қызметтен босату. Бүгінде елімізде 2500-ден аса судья бар. Қазір бұл қызметте 300-ге жуық орын бос тұр. Оның ішінде 53 судья жоғары соттың судьясы, 460 судья облыстық және оған теңестірілген соттардың судьясы, қалғандары аудандық және оған теңестірілген соттардың судьялары. Сот жюрийінің жұмысы жайлы ереже 2001 жылы бекітілген. Былтыр бұл конституциялық заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Біріншіден сот жюрийінің құрамы өзгерді. Оған жаңағы негізінен судьялардан тұрады. Жалпы судьялардың сот жюрийінің құрамындағы саны көбейтілді. Жаңа бұрын 9 болатын болса, қазір 13-не дейін өзгерді. Сот жюрийінің құрамынан жаңағы жоғары сот кеңесінің мүшесі шығарылды. Бұдан бөлек сот жюрийінің құрамына 2 заңгер мен адвокат алынады. Осылайша судьяларға қатысты тәртіптік істі 15 адам қарап, қорытынды шығарады. Сол жюрий тек қана бұл судьялардың мәселесін қарап, жазалаушы орган деп қарауға болмайды. Бұл жерде біріншіден мақсат судьялардың тәуелсіздігін қорғау, негізсіз жауапқа тартылудан сақтау деген сияқты. Өйткені біз өзіміз әріптестерімізді өзіміз қарап, негізсіз жазалауға жол беру бізге оған моральдық та заң тұрғысында құқығымыз жоқ. Судьяларға қатысты мәселе туындаса, жоғары сот кеңесіне немесе сот жюрийінің төрағасына жүгінуге болады. Олар аптасына 5 күн таңғы сағат 9:00-ден кешкі 18:00-ге дейін кез келген азаматты қабылдауға міндетті. Ол бұрынғыдай волокиті жасап, алдын ала жазылу керек деген мәселелерін бәрін біз алып тастадық. Қандай азамат осы судьялардың тәртібі туралы, кадр мәселесі туралы жоғары сот кеңесіне, сот жюрийіне келетін болса, біз тыңдауға әзірміз. Елімізде 2023 жылдан бері тәртібіне байланысты 12 судья жұмыстан шығарылған. Жалпы соңғы 2 жылда оларға қатысты 144 осындай арыз тіркеліп, оның 70-інде тәртіптік жаза қолданылыпты, ал қалған 74 жағдайда іс қысқартылған.